баланың қабілетін дамытуға тырысты. Сабақтар түсінікті өтті. Оқушылар өздерін еркін сезінді. Білім алу жеңілдеді. Оқушылар топпен жұмыс істей бастады. Олар бір-біріне көмектесті. Бірге тапсырмалар орындады. Бұл олардың қарым-қатынасын жақсартты. Ұжымдық жұмыс дамыды. 1990 жылдары компьютерлік сыныптар пайда болды. Оқушылар алғашқы компьютерлермен танысты. Бұл жаңа білім кезеңінің бастамасы болды. Балалар технологияны меңгере бастады. Білім беру жүйесі жаңарды. Университеттерде студенттер жоғары білім алды. Олар өз мамандықтарын таңдады. Жастар болашаққа қадам басты. Білім олардың өмірін өзгертті. Ел дамуына үлес қосты. Түлектер оқуын аяқтап диплом алды. Бұл олардың еңбегінің нәтижесі болды. Олар жаңа өмірге қадам басты. Әрқайсысы өз жолын таңдады. Білім олардың болашағын ашты. Кейбір жастар ғалым болып еңбек етті. Олар ғылымды дамытты. Жаңа жаңалықтар ашты. Бұл елдің дамуына әсер етті. Білімнің маңызы артты. Қазақстанның картасы білімнің дамуын көрсетеді. Елдің барлық аймағында мектептер ашылды. Кеңес дәуірі басталғанда жаңа мектептер салына бастады. Оқушылар таза әрі жарық сыныптарда білім алды. Мұғалімдер жаңа әдістерді қолданды. Сабақтар жүйелі түрде өтті. Бұл білім беру жүйесінің дамуына жол ашты. Мұғалімдер тақта алдында сабақ түсіндіріп, оқушылар дәптерге жазып отырды. Балалар білімді ынтамен қабылдады. Әр сабақ тәртіппен жүргізілді. Мұғалімдер әр оқушыға көңіл бөлді. Осылайша білім сапасы артты. 1905-1960 жылдары жаңа мектеп ғимараттары көбейді. Сыныптар кең әрі жарық болды. Оқушылар жаңа құрал жабдықтармен жұмыс істеді. Мұғалімдер тәжірибелі болды. Бұл кезеңде білім беру сапасы жақсарды. Мектеп кітапханалары оқушылар үшін маңызды орынға айналды. Балалар әртүрлі кітаптарды оқыды. Кітап арқылы білімдерін толықтырды. Кітапхана тыныш әрі жайлы болды. Оқуға деген қызығушылық артты. Ғылыми зертханаларда оқушылар тәжірибе жасай бастады. Олар физика мен химияны тәжірибе арқылы үйренді. Бұл олардың ойлау қабілетін дамытты. Балалар жаңа нәрселерді ашуға қызықты. Ғылымға деген қызығушылық өсті. Оқушылар түрлі құралдармен жұмыс істеп еңбекке баулыды. Олар өз қолымен заттар жасап үйренді. Бұл олардың шеберлігін арттырды. Сабақта қызықты өтті. Балалар жаңа дағдылар меңгерді. Жалғас, анадан естігенін жазасың. Спортқа да ерекше көңіл бөлінді. Естігенін жазасың. Балалар дене шынықтырумен айналысты. Жаз. Олар күшті әрі шымыр болып өсті. Спорт жарыстары. Ой, тақырыпты қоя тұр, ананы жазып ал. Бұл денсаулықтың Тақырыпқа жазамыз. Дарынды оқушылар олимпиадаларға қатыса бастады. Олар өз білімдерін көрсетті. Жеңімпаздар. Ассалаумағалейкум. Ең алғашқы мектеп ашқан адам, иә? Ахмет Байтұрсынов кім? Жазған адам. Әлихан Бөкейханов деген кісі географияны құрастырған екен. География ғылыми ізденістері, әдеби аудармалары, талдаулары, ауыз әдебиетінің үлгілері, ғылыми публицистикалық туындылары бар. Алаш қозғалысы мен қазақтың тұңғыш Алаш саяси партиясы көсемінің журналист Қазақстан Республикасының ұлттық, интеллектуалдық мен
дарынды оқушылар олимпиадаларға қатыса бастады. Олар өз білімдерін көрсетті. Жеңімпаздар марапатталды. Бұл басқа оқушыларға үлгі болды. Білімге деген ынта артты. 1907-1998 жылдары мектептерде жаңа технологиялар пайда болды. Оқушылар түрлі құралдарды пайдаланды. Сабақтар қызықты әрі тиімді өтті. Мұғалімдер жаңашыл әдістерді қолданды. Білім деңгейі жоғарылады. Ауыл мектептері де дамыды. Балалар білім алуға мүмкіндік алды. Мұғалімдер ауылда да еңбек етті. Оқушылар белсенді болды. Білім баршаға қолжетімді бола бастады. Қала мектептері ірі әрі заманауи болды. Оқушылар жақсы жағдайларда оқыды. Сыныптар толық жабдықталды. Мұғалімдер жоғары білімді болды. Бұл оқыту сапасын артты.